Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бет күтіміне арналған тағы да бір пайдалы рецептпен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің тақырып бет күтіміндегі молочконы қалай оңай және тез үй жағдайында жасауға болатын рецептін біліп аласыздар. Ең алдымен сізге осындай ақпараттар көбірек қажет болса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаңыз. Ал егер де сіз видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, мен сізге пайдалы лайфхактармен арасында бөлісіп отырамын. Біз рецептқа кіріспес бұрын ең алдымен молочко дегеніміз не және оның қандай пайдасы барын анықтап алайық. Молочко дегеніміз ол бетіміздің таңертең кешке дейін жүрген кезде жиналған шаң тозаңдардан, бетіміздегі макияждардан, тоналкалардан құтылуға және оны жуып өзінің ылғалдандыруына жақсы көмектесетін сұйық составтағы крем. Молочко ол міндетті түрде әр әйел заты пайдалану қажет. Егер де сіз бетіңізді мицеллярдық сумен сүртетін болсаңыз, оның құрамындағы материалдар кішкене агрессивті түрде бетке әсер береді. Мицелляркамен қолданып болғаннан кейін міндетті түрде молочкомен сүртіп алсаңыз, бетіңіз ылғалданып, нәрленіп және өзінің табиғи ылғалдығын құрамындағы беттегі дәрумендерін ұстап тұруына жақсы көмегін, септігін тигізеді. Біздің молочкомызға керек ингредиенттердің түрі үшеу. Ең алдымен бізге керек ол петрушка. Петрушканың адамның ағзасына беретін витаминдері көп, дәл солай бетке де пайдасын жақсы береді. Ешқандай зияны жоқ, яғни кері әсер бермейді. Сол себепті егер де бетіңіз сезімтал, аллергияға жақынырақ болса, не болмаса бетіңіз өте жұқа болса, осыны қорықпай пайдалана берсеңіз болады. Себебі шынымен де кері әсері жоқ. Құрамында дәрумендердің көптігінің арқасында бетіңізді ылғалдандырып, бетіңіздің өзінің табиғи ылғалдығын кешке дейін ұстауына жақсы көмектеседі. Ал екінші керек ол бізге миндаль майы. Миндаль майы дәріханаларда шамамен 600-800 теңге тұрады. Миндаль майы негізінде барлық пайдаланатын крем, сыворотка, маскаларға пайдаланған жөн, өйткені бұның ешқандай зияны жоқ. Және де миндаль майы құрғақ бетке өте пайдалы. Егер сіздің бетіңіз құрғақ, қабықтанғыш болса, тоналка жаққан кезде бетіңіз жиналып қала беретін болса, бетіңіздегі косметика міндетті түрде миндаль майын пайдаланыңыз. Миндаль майы құрамында майы көп болғандықтан, ол бетіңізді ылғалдандырып, сол ылғалды жақсы ұстап тұруына көмектеседі. Әр қыз-келіншектің үйінде міндетті түрде миндаль майы болу қажет. Ал ең соңғы үшінші ингредиент ол бізге сүт. Біздің молочкомызды сұйық қылуына жақсы көмектеседі және де оның бетке берер ешқандай кері әсері жоқ. Ең алдымен біз молочконы жасау үшін біз петрушкамызды жақсылап жуып алып, майдалап, турап аламыз. Ал біз енді жаңа майдалап турап алдық петрушкамызды, үстіне 100-200 грамм сүт құямыз. Осы сүттің үстіне миндаль майынан шамамен 10-15 тамшы құямыз. Ал енді майымызды құйып болғаннан кейін жақсылап араластырып, жарты сағатқа қақпағын бетін жауып, тұндырып қоямыз. Тұнған біздің жаңағы осы массамызды марльдан өткізіп алуымыз қажет болады. Ал мен жарты сағат тұндырдым, енді оны өткізіп, жаңағы суын өткізіп алуымыз қажет. Мына менің суым дайын болды. Енді осы массаны мен арнайы тоңазытқышта ұстауға ыңғайлы, иістеніп кетпеу үшін осындай қақпағы бар ыдыста ұстаймын. Бұл ыдысты мен Zeta дүкендер желісінде шамамен 600-800 теңгенің арасында тұрады, размеріне байланысты.
осы ыдысқа құйып аламын. Және де күнде таңертеңгісі не болмаса кешкісін жұмыстан келгеннен кейін осылай мақтаны батырып, бетімді сүртіп қоямын. Бетіңізді осымен сүрткеннен кейін молочкомен жуудың қажеті жоқ. Өзіңіздің күнделікті пайдаланып жүрген майларыңызды не кремдеріңізді жақсаңыздар болады.